Қайырлы күн, құрметті аналар. Емізу үшін омырау ұшының болмауы ешқандай проблема емес. Қалай шығару керектігін білу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Омырау ұшын шығаруға бізге қажетті заттар: 20-лық шприц және қайшы болса жеткілікті. Ең алдымен шприцімізді ашамыз. Цилиндр жағын қайшымен тегіс кесіп аламыз. Тегіс кесіп алғаннан соң поршынды тартып шығарып, кесілген жаққа қарай саламыз. Енді шприціміз дайын болды. Дайын болған шприцімізді осылай алып, омырау ұшына енгіземіз. Поршынды өзімізге қарай тартамыз. Бірден тартып алуға болмайды. Осылай 30-40 секунд ұстап, кейін поршынды омырау ұшына қарай енгіземіз. Осылай 3 рет қайталаймыз. Екінші рет жасаймыз. Поршынды осылай енгізіп, өзімізге қарай тартамыз. 30-40 секундтай ұстап, қайтадан омырау ұшына қарай жібереміз. Үшінші рет қайталаймыз. Өзімізге тартамыз. 30-40 секундтай ұстап тұрамыз. Қайтадан жіберіп, омырау ұшына қарай кейін аламыз. Осылай омырау ұшы шығады. Дайын болған омырау ұшын баланың аузына салуға болады. Ескеру керек, осындай накладкаларды қолдану қажет емес, себебі омырау исін және ондағы рефлекстер толығымен сезіне алмайды және артқы үсті толығымен ала алмайды. Бұл әрекеттерді тек емізер алдын ғана жасайсыз. Басқа кезде сізге көмектеспейді. Әсіресе жүктілік кезде мүлдем омырауға тиісуге болмайды. Себебі ерте түсіктің алдын және ерте босану қаупін тудыруы мүмкін. Яғни жүктілік кезде арнайы емізуге дайындық жоқ. Тек босанғаннан кейін осы әрекеттерді емізер алдын ғана жасайсыз. Қайта-қайта қайталау арқылы сізге нәтиже береді. Видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде баланы омырауға дұрыс салу техникаларымен бөлісетін боламын.